Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бүгін бір ғибратты оқиғамен бөліскім келіп отыр. Ауданның бас имамы қызметін атқарып тұрған кезім еді. Мешіттің бір бағыты ол қайырымдылық іс-шара. Осындай қайырымдылық іс-шара кезінде бір мұқтаж отбасыға жолықтым. Шынымен мұқтаж еді, мұқтаждығы денсаулық. Отбасының асыраушысы екі қолынан айырылған, шамамен біз қатарлы 30-40 жас аралығындағы азамат екен. Бірақ өзі басындағы тауқыметіне қарамастан ерік жігері мықты, анау-мынау іске мойымайтын, от жанар жанып тұрған рухты азамат. Сондықтан да болар, мен ол кісіні әр кез көрген сайын өзіме бір позитивті әсер алып қайтатынмын. Мешіттегі әртүрлі мерекелік дастархандарға шақырып тұратынмын. Ондағы мақсат бір жағы көңіл, екінші жағы кедейдің тойғаны, бір байығаны дейді, тамақтанып қайтсын деген ниет. Бірақ ол кісі еш уақытта тамақ ішпейтін. Маған осы қызық болатын, неге ішпейді? Енді айтайын дегенім, кезекті бір қайырымдылық іс-шара кезінде ол кісінің үйіне барып қалдым. Ол кісі түскі ас ішіп отыр екен. Сол дастархан басында байқағаным, ол кісіні баласы тамақтандырып отыр екен. Сонда маған бір ой кетті. Бала сабаққа, әйел жұмысқа кеткенде бұл кісі қайтып тамақтанады екен, екі қол болмағаннан кейін ит құсап шалпылдатып шем екен деген секілді пенделік бір ойлар кетті. Кейін әңгіме дүкен құрып, сол жерде біраз отырдық. Сол кезде әңгіме барысында өз ойымда астарлап, үйде ешкім жоқ кезде қайтып қам-қарекет етесіз деп сұрап қалдым. Сонда ол кісі менің ойымды бірден түсінді ме? Ереке, сен мен бірге талай дастархандас болдым. Нендей дастархандарда отырдық. Аллаға шүкір, рахмет, Алла разы болсын. Бірақ сен байқадың ба? Деді. Мен тамақ ішпеуге тырысатынмын. Әрине кімнің дәмді тамақ ішкісі келмейді, ешкім келеді. Бірақ ұлы сөздің ұяттығы жоқ, шындығымды айтайын. Бұл дүниеде ең үлкен қорлық. Ол өз артыңды өзің тазалай алмау екен, деп жауап берді. Айналамдағы жақындарымды әуреге салып қоймайын деп, алдымдағы адал астанында бастартам мереке деді. Әйтпесе, қарның ашса, ит болып ішсең де ішесің ғой. Бірақ ақылды иттің өзі жұтатын сүйегін шығатын жерімен өлшеп алады дейді. Мен ит емеспін, адаммын ғой деп жауап берді. Достар, сіздерге айтайын дегенім, шүкір етейік. Сіз бен бізде бар нәрсе біреулер үшін арман, біреулер мұқтаж оған. Өмірімізде болып жатқан әртүрлі келеңсіздікке налый бермей, шүкіршілікпен өмір сүрейік. Мына бір өлең шумақтарда осы мәселені керемет жеткізген. Тәубеңе кел, пенде болсаң, есі бар. Сабырсыздар, қадырсыз болып тосылар. Дүниеге қолың жетпей қалғанда, қос қолы жоқ, пенделерді есің ал. Бақыт мәңгі тұрсын десең басыңда, қанағат қыл, ашуланба, тасынба. Көлігім жоқ деп, ренжуің бекерлік, аяғы жоқ адамдардың қасында. Әркім айтқан, құлақ тұрып, пікірге, бой ұрасың бей берекет күпірге, таумен тасқа соға бермей басыңды, аман есен жүргеніңе шүкірге. Шүкіршіл пенделерден болайық, бауырлар. Қоғамда әйтпесе, әртүрлі жағдайларды көріп жатамыз. Бақыт басыңда тұр екенін ұмытпаңдар.